Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Келесі стройкаға келдік. Былтыр отоплениясын өзім істеген, соны салған едім. Қазір липка тарту жұмыстары жүріп жатыр. Бірінші слой. Қарайып тұрған жерлер, қалың түскен жер ылғал. Толық автомат тұратын жер. Бұл жігіттер бұрын гипсокартон жүргізіп жатқан кезде қойға сурет салған, видео салған едім. Онан кейін ламинат төсеп отқан стройка совете лайфхак каналында тұр. Бригада. Мына жерде умывальник, унитаз, мына жерде душ тұрады. Кафельчик, кафель деп кетіпті. Мына жерде су кеп тұрады. Липкасын тартып жатыр қазір. Штукатуркадан кейінгі. Здесь хладовка. Да, түсе бересіңдер. Осындай штукатуркадан кейін праймер жағады. Праймер жағып болғаннан кейінгі липкас тартылады. Қандай липкас жағып жатсыңдар, қайсысы? Алинекс қой, а? Қайсысы качествосы жақсы? Алинекстің качествосы жақсы ма? Ана праймерде соныкі екен ғой, Алинекстікі. Тек Алинекспен жұмыс істейсіңдер ма? Мына жерлер бірінші слой. Қисық жерлерді осылай бір тартып кетеді, содан кейін тегістейді. Екінші слой кетіп отыр ма, Деке? Екінші слой. Екінші слой жағы бар деген. Мыналар екінші слойда текстеліп кетеді ғой, мына арасы. Ана, нені? Екінші слойда гласный бар ғой. Мынау бұдыр-бұдыр қалып кеткендер не? Кетеді. Екінші слойда текстеліп кетеді екен мыналардың бәрі. Бірінші слойда ямшкілер қалып қояды. Есіктің биіктігіне сәйкес келмей қалған деймін, үй. Кесіп тастап мына перемешкілерді. 2-де 10 қалдыру керек есікке. Проемді барлығы мені кесіп шыққан бетондарын. Есік маңдайын тапал қойылып кеткен. Сонда екі жұмыс істемеу үшін бригадалар бар. Бір-ақ істеп кетеді, екі шығын шығартпайды. Әркім салған бұл үйді. Қабырғасын біреу өрген, перемешкісін біреу қиған, штукатуркісін біреу сяш қиған жігіттерді. Бар телефон нөмірі. Былтыр видео шыққан еді. Бұрыштары. Радиатор шешіп қойып, сылап болғаннан кейін қайтып радиаторды іліп. Отопление. Крайниктері ар жақта біреу, мына жақта біреу. Автоматтан тоқтар кеткен бұлай. Гофра отты тұншықтырып қалатын. Өртеніп атса кабель бүрсіп, бұлайна отпен қызып бүрсетті. Өшіріп тастайды ары қарай. Өрттің болдырмаудың тұншықтырғыш. Сол үшін салынады бұл гофраның бәрі. Гофра кабелінің сыртындағы. Неке надан түсінікті бұлады. Өзінің кабелі, мына сыртындағы гофрасы. Бұл негізі қабырғаға салынбайды, мынадай потолокта жүрген кезде ар жағы ағаш, оның ар жағы кардон. Сол үшін салынады.
Қабырғаға прямой кабельдің өзі жүре береді. Штукатурканың астында. Бір слой жүрген жерлер. Мынада тесік қытық. Бұдыр-бұдыр. Байқалмай тұрмын. Мына жағынан білінеді екен. Жанынан түсіргенде. Осындай тас ергендері болады. Анау майдашида. Үйлі көрініп тұр ғой. Екінші слойда. Осылай. Теп-тек ұстап шығады. Түнде лампы жақсаң, көрініп тұрады қисығының бәрі. Бірақ мына лампы жақсаң да ешқандай қисық жері жоқ. Лепка тартатын бригада керек болса хабарласыңыздар. Ана бірінші слоймен тұр, ана шет қабырға.